Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Баспа, радио және интернет журналистика саласындағы үздіктерді марапаттайтын Үркер ұлттық бәйгесіне қош келдіңіздер. Провести этот праздник для вас выпала честь сегодня моему коллеге Нурсултану Курман. Және де Ирина Тен, қошеметтеріміз. Үркер, жұлдыздар шоғыры бүгін көптен ерекшеленіп, төбесі көкке жететін ұлттық байқау жеңімпаздарына куә боласыздар. Өйткені олардың баспа, радио және интернет журналистикасындағы материалдардың бәсі биік. Азаттық алғалы ақпараттың да адымы алшаң. Егемендікпен бірге еркіндік те келді. Тәуелсіздікке биыл 30 жыл. Осы аралықта отандық бақ өсті, өркендеді, әрі кемелденді. Дорогие коллеги, номинанты и гости сегодняшнего мероприятия, мы безумно рады приветствовать вас в канун нашего профессионального праздника Дня работников СМИ. От всей души желаем вам творческих успехов и процветания. Олай болса, демін ішіне тартып, дегбір қашып отырған көрерменді көп күттірмек, Ирина. Салтанатты шараны ашып беру үшін сөз Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Ғалымқызы Балаеваға беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар. Үркер ұлттық бәйгесінің марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер. Биылғы марапаттау рәсімі бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Сондықтан осы ретті пайдаланып, журналистер қауымымен барша ақпарат саласының мамандарының кәсіби берекенімен шын жүректен құттықтаймын. Ел тәуелсіздігінің 30 жыл ішінде мемлекетімізбен бірге отандық медиа саласында жаңару, даму кезеңінен өтті. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары елімізде тек 407 ақпарат құралы, соның ішінде 2 телеарна ғана болса, қазір олардың саны 4,5 мыңнан асты. Бір ғана Қазақстан телеарнасы бүгінде құрамына 5 республикалық, 14 өңірлік телеарна, 4 радио енетін үлкен ұлттық корпорацияға айналды. Ұлттық медиа тарихында тұңғыш рет балалар арнасы Балапан, спорт арнасы Қазспорт, көрермендердің көзайымы болған Абай арнасы іске қосылды. Құрамына тәулік бойы жаңалықтар ұсынатын Хабар 24, 10 миллионға жуық көрермені бар ел арна, әлемнің 120-дан астам еліне хабар таратын Қазақ ТВ арналары бар хабар агенттігі бүгінде ірі медиа орталығы. Жалпы ел аумағында қазіргі таңда 181 телеарна, 79 радио, 790 ақпараттық агенттік бар. Осынау қайнаған ақпараттық кеңестік ортасында шыңдалған журналистер арасында бәсеке қашанда жоғары. Биыл 5-ші рет өтіп отырған Үркер бәйгесі баспа, радио, интернет және фото журналистика саласындағы жаңа есімдерді анықтайтын бірегей жобаға айналды. Жыл сайын өзіндік қолтаңбасы бар талантты тұлғаларды халыққа танымал етіп келеді. 2017 жылдан бастап бүгінге дейін Үркер ұлттық бәйгесіне 2830 жоба қаралып, оның 55 үздік жүлдегері атанды. Биылғы байқауға республикалық және өңірлік ақпарат құралдарынан 340 өтініш түсті. Әрине оның қай-қайсысы да биік марапатқа және жеңісті жүлдеге лайық. Дегенменен, бәйге болған соң оның жеңімпазын анықтау заңдылық, әрбір еңбектің өтеуі болу тиіс. Бүгінгі шарада осы ниетпен ұйымдастырылып отыр. Сондықтан осы ауқымды жұмысты байыптап, бағалап, саралаған жоғарғы білікті қазылар алқасына зор алғысымды айтамын және кіл жүйріктен кім жүйрікті анықтауға әділ шешім шығарған деп сенім білдіргім келеді.
Дамы и господа, дорогие коллеги и друзья,